Кім айтты сізге? Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Айтыңыз өз ақиқатыңызды. Халық тыңдасын да біз сіздікін де тыңдайық. Сіздікін де халыққа жеткізейік. Жеткізейік те халыққа. Сіздің өз ақиқатыңыз бар шығар. Сіз өзіңіз журналист шақырып қойдыңыз ба? Мыналар тұра берсін. Киімдерді бермеді ғой. Жақсы. Біз қазір полицияға барайық. Сосын әкімге де айтыңыз, қазір келеді деп, Жан Ахмадиев келеді деп айтсаңшы. Қыздың заттарын бермей тұр ғой, енді өзің түсініп тұрсың ғой. Зат қала берсін. Қазір біз тергеуге барайық, полицияға барайық, полиция өкілдерімен келіп, заңды түрде өз айтып тұр ғой, заңды түрде алып қашайық. Сосын Мадиярды шақырып қойыңыздар, біз Мадиярды қазір іздетейік. Жүріңіздер. Жаңа біз Мадинаның қайын жұртының үйіне барғанда өзін Мадиярлардың көршісін деп таныстырды, біресе өзін жаңа Мадиярдың анасының абысын деп таныстырған бір апайымыз мынандай адам шошырлық әңгіме айтты. Көрші тұрсақ та білмеймін, Мадияр жуас бала. Жуас бала. Енді может ашуменен еркек болғаннан кейін, енді кім біледі. Ұрса енді ұрғанда шығар, ұрғанда да қатты өлтіріп ұрғанын мен көрмеймін енді. Семья болғаннан кейін айтыр айғайласып ұрысқан шығар. Сонда бұл жақта қыз баланы ұрып соғу қалыпты жағдай ма? Еркек екенмін деп қол көтере беруге бола ма? Әйелді ұру сенің етеңің, жалтырайды көтенің деген қазақта сөз бар ғой. Таңғалатын ештеңе жоқ. Қазір мен жуынтырып шықтым, басына былай кесіп тастаған, тігіп тастаған. Былайына басы жарылып жатыр, оны басын жарып өлтірген. Бізге әділдік керек. Оларды енесімен ол ұрады екен постоянно. Екеулеп ұрып сол күні тоже солай жасаған. Бірақ олар өлтіріп тастаған. Еще былай олар өзін асып жатыр деп өтіріктен видео алған. Ол видеода былай тұр. Әйел адамның тұрысына ұқсамайды. Аяқ көрінбейді вообще. Шелек пе, 5 литрлік бутилка ма сондай затқа ұқсайды. Вообще шелекке де ұқсамайды, өзін асқанға да ұқсамайды. Өзін асса адамның аяғы былай тұрады. Дұрыс па? Неге өзін асқан болса, неге сол жерде тұрмайды? Неге бізді сразу айтпайды? Өтірік айтып, олар жасап тастаған. Мен әділдікті істеймін. Менің сестренкамды өлтіріп отыр. Кеше мен Өзбекстаннан келдік. Әжесі келді, мен келдім. Денесін арқасын шыбықпен ұрған, аяқтары сырылып қалған, арқасын шыбықпен ұрған іздер тұр. Басын тесіп тастаған ғой, тесіп жіберген басын. Күйеуі өлтіріп, ұрып соғып өлтіріп, басын тескеннен кейін ол кінәні менен болмасын деп